Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді күтірлік KFC дайындадым. Ол үшін бізге тауықтың қанаттары немесе аяқтары қажет болады. Мен осы жолы қанатынан дайындадым. Керек емес жерін алып тастап, оны екіге бөліп алдым. Айтпақшы, алдын ала жуып алдым тазалатып. Содан кейін оларды бөлек ыдысқа салып алып, үстіне қажетінше тұзымызды, қызыл бұрышымызды, қара бұрышты және паприканы сеуіп, оның үстіне 1-2 зубчик чеснокты ұсатып салып, үстінен мұздай суды құйып, араластырып, 2-3 сағатқа холодильникке алып қоямыз маринадын. Одан кейін бізге панировочный сухари, ұн және жұмыртқа қажет болады пісірер кезде. Осылай аунатып аламыз, маринадтан алып бірінші ұнға, одан кейін жұмыртқаға, одан кейін сухариға аунатып пісіретін боламыз. Алдын ала барлығын мен дайындап алдым. Бірінші ұнға, жұмыртқаға, сосын сухариға. Барлығын осылай дайындап аламыз, содан кейін қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз. Сухари болмаса, лейс чипсыйын ұнтатып алып, соған аунатып та пісіруге болады. Осылай барлығын дайындап алып, толтырып майды құйып, қыздырып, соған пісіретін боламыз. Мінекей біздің үй жағдайында KFC-іміз дайын болды. Өте дәмді күтірлік болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, достар, бұйырса ертең өте дәмді шығатын бауырсағымның рецептімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар. Назарларыңызға рахмет.